Ақша туралы аңыз бен шындық. Америкада ақылды болсаң, неге бай емессің деген мәтел бар екен. 5 сөзден құралған мәтелдің астарында көп дүние жатқандай. Табыс пен ақшаның көзі қара күште емес, ұтымды жүзеге асырылған жоспарда. Яғни ақылда. Олай болса, төмендегі бірнеше аңызды оқып бай болыңыздар. Бірінші аңыз. Мамандығымда әуелі баста дұрыс таңдағанымда бай болатын едім. Шындық. Кез келген салада жүріп миллионер болуға болады. Барлық айыпты таңдау мен мамандыққа жаба салуға болмайды. Бар болғаны қолда бар мамандықтың қыр-сырын игеру керек. Екінші аңыз. Егер атанам бай болғанда, мен де табысты болатын едім. Шындық. Тарихқа көз жүгіртсек, ең бай адамдар кедей отбасынан шыққан. Кейбірі орта ауқатты отбасынан шыққан. Бай отбасылардың өздері де ақшаны тиындап жинап, орнымен жұмсауға мәжбүр болған. Үшінші аңыз.